Құрметті оқушылар, керемет бір кеш болайын тұр ғой. Марапаттау рәсімін маған ұсынып жатыр екен, дене пәнінің мұғалімдері. Енді менің алдымда қазір екінші дәрежелі диплом, яғни жалпы білім беретін мектеп оқушыларының 9-шы және 11-шы сыныптар ұлдар арасында баскетболдан алтын доп мектеп лигасы қалалық турнирінде нөмірі 19-шы мектеп командасының ойыншысы Орынбасаров Айдын марапатталады. Жетекшісі Түгеріш Аманжол ағай. Ерлік бар мақтанатын, ерлік барда намыс бар сақталатын, намыс барда жеңіс бар жетелейтін, жеңіс барда елім бар еркелейтін. Биікке болған самғайды елімнің жас арманы, намысын елдің қорғайды бейбіт күн батырлары. Спорт, 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 ерліктің алаңы. Спорт, 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 ер жүрек жалауы. Спорт, 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 жастардың қалауы. Спорт, 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 жеңістің алауы. Үшінші дәрежелі диплом жалпы білім беретін мектеп оқушыларының 9-шы 11-шы сыныптар арасында асық ату, 5 асықтар ұлттық мектеп лигасы қалалық турнирінде нөмірі 19-шы мектеп командасының ойыншысы Мырзагелді Ақмаша марапатталады. Жетекшісі Өткелбаева Айткүл және Насырова Салима апай.